Қайырлы кеш достар. Жалпы мына ойынды бір тағы 5-ші рет түсіріп жатырмын. Түсіру оңай емес екен. Бір жерінен жаңылсасын қайтадан басынан бастайсың. Уже 10 минуттық видеодан екеуін ба үшеуін түсіріп тастадым ғой. 8 минуттықтан. Так, мына ойында 3 тақырып қозғаймын. Бірінші тақырыбы бұл ойынды не үшін ойнау керек? Екінші тақырыбы ақша қалай түседі экономикасы жайлы. Үшінші тақырып болашақта не күтіп тұр. Иә? Так, онда бастайық. Бұны не үшін ойнау керек? Өйткені бұл сіздерге күнделікті ақша беретін болады. Былайынша айтқан кезде жұмысқа тұрғандай боласыңдар ғой. Дополнительный жұмысқа тұрғандай боласыңдар. Ақшасы көп ше. Екіншіден, бұл хомяк, X-Empire сияқты бір рет тоқтап қалып ақшаны береді, сонымен бітті емес. Бұл жерде күніге аласыңдар ақша, күніге. Одан кейін мына алмаз өзі криптовалюта болып есептелінеді. Қанша жинасаң сол сенікі, соншаны сатасың биржада. И одан кейін мынаны қараңыздар. Мына жерде де айтып жатыр ғой мына. Міне. Бұл жерде жалпы рефералдың ешқандай асып тасып беретін бонусы жоқ. Рефералың болмаса ақша бермей қоям деген нәрсе жоқ. Сондай болып тұр. Екіншіден қараңыздар міне. OKX-пен келісіп қойған, Binance-пен келісіп қойған, Bybit-пен сөйлесіп бітті. Келісіп бітті. Жалпы 1-ден 7-8 биржаға шығайын деп тұр сатылымға. Одан кейін мынандай нәрсе бар примерно. Жалпы қазір біз ойнап жатырық қой, мына жерде екінші экономикаға келем деген арасында енді бір совет берейін. Қазір жұмыртқа сатам деген жазып жатсыңдар ғой, оны тоқтатып алам деп жазып бастаңдар. Не үшін? Қазір сендер 5 мың теңгеге мына көкті сатасыңдар ғой. Мына көк жұмыртқаны 5 мың теңгеге, 3 мың теңгеге сатып жатсыңдар ма? Өкінейін деп тұрсыңдар қатты. Егер мына монетаның бір штугы $1 болатын болса, мына монета осындай болып қатып қалатын болса, $870 тұратын нәрсені сендер 5 мың теңгеге сатып жатсыңдар ғой. Өзің ойлансайсың. Мақұл $1 емес, 50 цент болсыншы. 50 цент болса да сіздер мынау $400 болайын деп тұр ғой. Енді қазір сіздер сатам деп жатсыздар. Сатпаңыздар, алам деңіздер, алам. Жинай беріңіздер, тоймаңыздар. Пока ойын басталған жоқ. Бұл ойын басталды деген сөз листинг кезде басталады. Обычно X-Empire сияқтылар ойын листинг болған кезде бітеді ғой. Бұда наоборот. Листинг басталған кезде басталады бұл ойын. Енді экономикасы. Бұл ойынның егелері ақшаны қақтан алады, ақшалар тасып барадыр ма, осыншама ақша бізге беретін деген әңгімелер көп. Бұл жерде тағы да айтам, постоянно айтам ғой сіздерге. Бұлардың қалтасынан бір тиын ақша шықпайды. Мына бұның ақшаны былай болады. Біз биржаға мынаны апарамыз, сатамыз. Ол жерде отқан адамдар көреді ғой. Аламыз деп шығады. Не үшін аламыз дейді. Олар көреді, жұрттар күніне 10 мың, 20 мың, 50 мың теңге істеп атқан көреді да. Мен де алам дейді ғой құсты. Сөйтіп алу үшін олар мынандай алмазды биржадан сатып алады. Сөйтіп мына ойынға лақтырады. Сөйтіп мына ойынның ішіне кіріп, мына құсты алады. Түсіндіңіздер ма? Сол кезде биржада мынаны алған сайын бағасы өсе береді. $1 болады, $2 болады, кете береді құны. Сіздер соны біз сатамыз оларға. Олар алады. Біз сатамыз, олар алады. И одан кейін жұмыртқаны сақтаңыздар, жұмыртқа жинап, алмаз жинаңыздар, құртты запасымен ап қойыңыздар 1-2 айға жинап. Тамағын ше. Одан кейін мынандайға ысырап қыла бермеңіздер. Енді рисковать етем десеңіз де етіңіздер мынаған. 3 құсты салып, енді ұтып атқандар да бар ғой енді. Бірақ рисковать етіп листингтің жақындағанда мынандайларыңды салып легенда алам деп қадалып қалмаңдар, мынаны салам, мынандай алам деп мынаны қадалып қалмаңдар. Қиын бұл. Оңай емес. Рисковать етіп жатыр көбісі. И одан кейін болашақта не күтіп тұр? 1-ден барлық биржаға кетіп тұр листингке. Көрдіңіздер, Binance, OKX-ға, Bybit-пен сөйлесіп қойды, бәрімен сөйлесіп қойды. 5-6 биржаға 1-ден шығады. Бұның құны $1 айналасында болып басталады. Примерно.
одан кейін мынандай нәрсе пайда болады. Так, мысалға менде мына жұмыртқа бар ғой, қазір біз өзіміздің арамызда біреуге жіберіп жатырмық қой, мынамен трансфер арқылы, трансферде адресмен жіберіп жатырмық. Енді болашақта біз осыны Binance биржасына лақтыра аламыз. Binance'ның ішінде NFT Marketplace деген магазин бар. Сол жерде осы жұмыртқаны мына, например, 500-800 доллар, 1000 долларға сатамыз мына жұмыртқаны. Қалай? Алдындағы степындағы ойнаған басынан өткенге байланысты білем да. Степінің монетасы шықты, монетасы шыққаннан кейін какой-то бір айдан кейін осы кроссовкилары сатылымға, маркетплейсқа шықты Binance'та ше. Ең простой мына құсың, короче, ол кезде 300 доллар болып басталды ғой. 300 доллар. Үндемей ақ қойын, жібересіңдер. Одан кейін мына қараңыз, айтпақшы ұмытып кетіппін, шығып кетіппін мына. Мынаны көріп тұрсыздар ма? Mint дегенде осы ашылады. Екі мынандай құсыңды туғызатын боласың жұмыртқа. Жұмыртқа туғызып сатып отырамыз біз ше. Одан кейін мынандай нәрсе пайда болады. Сумка, құс. Например, құсты бастым. Bunu көрдің ба? Мынау ашылады. Магазинде құсты да сатсаң болады, жұмыртқа сияқты. Мынаны да жіберсең болады бір-біріне, и бұланы да туғызсаң болады ше, жұмыртқаларды. Так что осыған қатты жармасып осыны ойнаңыздар барынша. Одан кейін міне жаңалығын көрсеттім ба, есіме шығып кетті, уже бірнеше видео түсірдім. Сіздердің рефералдарыңызға қарамайды. Оған байланысты емес. Қанша алмаз жинадың, сол сенің ақшаң. Одан кейін міне OKX-пен келісіп қойған, Binance-пен келісіп қойған, Bybit-пен келісіп қойған, KuCoin, одан кейін бар BitGet, BingX деген биржаның бәрімен келісіп қойған. Жалпы көріп тұрсыздар, серьезный компания. Бұл мына осы бір айдың ішінде 17 миллион адам тіркелді. Адам базар жоқ, көп. Енді олардың да пайдасы тиеді, өйткені ойнамаған адамдар ғана жұмыртқа алмайды, ойнап жатқан адамдар да алады. Өйткені осының ішінде 80% простой жұмыртқамен жүр. Или жоқ 80 емес, 50%, 30% жасылмен, там 10% мақұл көкпен жүр, 5% или 7% эпикпен жүр, и қалған 2-3% легендарный жұмыртқамен жүр. Олар да осындай мықтысын алғысы кеп ақша салады оларда әлі. Так что сол кезде бағасы өседі. Кіріп ойнаңыздар, қалмаңыздар. Жұмыртқа алам дегендер, сатам дегенді естісеңдер, қанша деп бағасымен саудаласып алыңдар. Школьниктер бар ғой, который 16 жасар балдар сатып атыр. 1000 теңге, 2000 теңге көкті сатып алсаңдар болады солардың. Саудаласып ше. Жұмыртқа кімде бар деп жазып, наоборот іздеп алып алыңдар. Өзіңде бар болса артығымен ал, кейін сатам деп. Болды, осындай тема жалпы. Нормально шығар, қарасаң шаршап кеттім уже видео, мынаны түсірдім. 8 минут, 10 минуттық видеолар ғой мынаның бәрі. Шаршап кеттім. Уже не айтып не қойған білмеймін. Мына жерде мен мынаны көрсеттім ба, көрсетпедім ба білмей, қайттан көрсетіп отырмын, көрсетпей қалмайын деп ше. Болашағы зор ойын жалпы. Мына құсты алып алыңдар. Менде мысалы мына құсым жақсы әкеп жатыр. Ала алсаңдар, алыңдар, алмасаңдар, эпик алыңдар. И гильдияға ұмытпаңдар, гильдияға кіріп, біз қазір қазақ деген бірақ топта тұрған группа бар. Гильдия. 6-шы орында тұрмыз. Empire'ның ішінде мына жақтан былай қарай жылжытасыңдар мынаны. Empire'да тұр. Ол біз сіздерге 10% бонус береді. Мысалға сіздің құсыңыз 60 монета алып келсе, мына жаққа кіресіңдер, тағы да 6 штук аласыңдар. Пайдасы бар. Бұдан маған 1 теңге түсіп отқан жоқ, маған мына жақта бар ғой, мына қараңдар. Бермейді, 0. Бәрі сендерге кетіп отыр. Кетсін сендерге деп қосып қойдым. Так, мынаны қараңыздар, кейбіреулер 8, 7, 6%-тен қойып қойған, мына 8, 6%-тердер тұр ғой. Менікінде 10% береді. Одан кейін мына жерден мынаны сатып алып қойсаңдар болады $1,5 жұлдызбенше. Стоит нәрсе. Одан кейін тапсырмаларын орындаңдар. Мынаны күшейтіп қойыңдар мынаның бәрін. Міне биржалар дайын тұр.